Қайырлы шебер қаншайымдар, бүгін біз сіздерге қызыл жіптен кішкентай қыздарға қалпақ тоқитын боламыз. Ол үшін бізге жіп керек и крючок керек. Енді бастаймыз. Мынандай ұшын шығарып алып крючокпен осылай 85 рет жүргізіп шығамыз. Міне бізде 3 рет жүргіздік, өстіп ары қарап 85 рет жүргізіп шығамыз. 85 рет тоқып болғаннан кейін бірінші тоқылғанмен екеуін қосып жалғап 4 рет жүргіземіз. 1 2 3 4 рет жүргізіп крючокты жіпті бір айналдырып осылай айналдырып, сынап кеткенмен айналдырып, осы айналдырып, мына басқа дейін тоқып шығатын боламыз. Өсіп тоқып болғаннан кейін екеуін біріктіріп аламыз. Енді бұдан кейін мына бірінші немізді жіпті айналдырып аламыз да, жіпті бері оң жағынан бастаймыз, алдыңғы жағынан. 1 2. Енді екіншісін аламыз да, біз крючокты арт жағынан аламыз жіпті, тоқыма жіпті. Біріншісін алдыңғы жағынан, екіншісін артқы жағынан алып тоқитын боламыз осылай. Бірінші алды, екінші артқа қарап тоқып, өстіп айналдырып тоқып шығамыз. Міне осылай 4 қатар тоқып болғаннан кейін, біздікі оң теріс тоқу арқылы мындай резина болып шығады. Осыдан кейін былайша міне крючокты өзіне шетке жеткен кезде кәдімгідей міне 2 рет тоқып шығамыз. Осыдан кейін крючокты бір айналдырып аламыз да, 1 2 3 4 5. 5-ші тесікке кіргізіп, жіпті сәл бері тартып, деміз. Осылай біз осы жерден 8 рет істеп шығамыз. 8 қатар өсіп тоқып болғаннан кейін 1 2 3 4 5. 5-ші крючокқа жіпті бір айналдырып, 5-ші крючокқа кіргізіп, 1-3 жүргізіп шығамыз. Міне біздікі мынандай болып шығады. Осылай кейін қатар тағы бастаймыз. Жіпті бір айналдырып алып, 1 2 3 4 5. Сегіз қатар міне тоқылды. 8 қатар тоқып болғаннан кейін жаңағыдей 1 2 3 4 5. 5-ші тесікке
Міне, мынандай узор қылып, айналдырып, тоқып шығатын боламыз. Міне біз мынандай болған кезде осыны біз осылай тоққан екен, одан кейін мынандай қылып жартылай дөңгелек қылып шығаратын боламыз. Ол үшін қазір мына жер тоқып көрсетейін, кейінгілерін өстіп тоқитын боламыз. Шетіне 2 рет тоқып аласыздар. Одан кейін әрінің арасына тесіктен жүргізіп шығамыз. 1, 2. Соңғысын шығармаймыз крючокта. Мына 2 болды уже. Мына осында да 1, 2. Міне бізде мынандай болып шықты. Шамамен 3, 6, 8 штук шықты. Осыны соңғысында апарамызда мына жерден өткізіп 1, 2 рет жүргіземіз. Одан кейін мынандай кейінгі қатарға екеуінің арасын біріктіру үшін крючокпен жіпті бір айналдырып алып, ортадағы тесіктен крючокты кіргіземіз да алай істеп шығамыз. Міне біз айналдырып осындай дөңгелек қылып тоқыдық. Енді тек қызыл маған бір түсі болып реңі онша ашпағандықтан мен осы қара түсі де араластыратын боламын. Бірінші біз осы қызыл түс істедік қой, жартылай шарик қылып. Екінші қатарды қара қылып істейтін боламыз. Ол үшін осы жерде тоқтатып біріктіріп аламыз. Енді тоқылуын біз жаңада жартылай дөңгелекті мына жерден қылып істедік қой, көй қылып істегенде осы жерден істедік қой. Енді кезек қарама қарсы мына осы жерден қылып істейміз. Мына бірінші болса сегіз қатар қылып істеп шығатын боламыз. Бірінші жолда мен сіздерге көрсеткен болатынмын. Біреу, екі, үшеу, алтау, жетеу, 8 қатар тоқыдық. 8 қатар тоқып, кейінгі мына ортадағы шариктен бір өткізіп алып, крючоктан жіпті 1-2 рет өткіземіз де, мына ортасынан аламыз енді. Ортадан алып, осылай айналдырып, мынау сияқты қылып 8 қатар қылып тоқып шығатын боламыз. Міне біз қызылдан 3 қатар, қарадан 3 қатар тоқып болғаннан кейін, мынандай тоқып болғаннан кейін біз енді қараның басын біріктіретін боламыз. Ол үшін міне бас жақтарын әр қараның бас жағынан қосып біріктіріп шығамыз.
без накидка қылып тоқып шығамыз. Орта жағына кіргізіңіздер, кіргізген кезде қаран нені. Міне біздікі басымыз біріктірді. Енді оның басына біз әдемі қылып осыны тігіп шығатын боламыз қазір. Міне шебер қаншайымдар әдемі сәнді кішкентай қыздарыңызға осындай қалпақша тоқып берсеңіздер болады. Жібі де аз кетеді. Сәні де әдем көрінеді көзге де.